Уақыт жоғалтып жатырмын. Жете ме? Жоқ, аға, жоқ. Оны маған бер. Мынау тым көп ақша. Мұның өз бағасы бар. Аға. Сен бағаны арттырып тұрсың. Болмайды дейм. Әрбірістің өз бағасы бар. Міне, бұған осы да жетеді. Ішіне менің қарызымда кіріп кетті. Ала қойшы енді. Ішіне менің қарызымда кіріп тұр. Жоқ. Аласың ба, жоқ па? Аға, мына жігітке телефон нөмірлерін берейік. Кешір аға, бір сәтке өзімдік екендік болдым. Не болды? Екеуі де өліп жатыр. Өліп жатқан несі? Телефондар сөндірулі, сигнал бермейді. Телефон сөндірулі болса, сигнал бермейді әрине. Оны өзіміз де білеміз. Телефон ұстамайды деген сөз. Сонша ақшаны бос қалдың ба? Қара мұнан, жақсылап қара. Құттықтаймын. Не үшін? Менімен қалжыңдасың. Қалжың көтерер жайым жоқ. Жоқ. Екеуіңді бірден құттықтаймын. Қайталап сұрайын, Бәдежан. Не үшін? Жайлаңды айттыруға келмекші екенсің де ғой. Мәссаған. Бұны қайдан шығарды? Сүреш айтты. Арда, мені қасапшының баласына бермесін деп өзіңді өзің ұсындың ба? Жоға, мен ештеңе істемедім. Сүлеш ханым, сен алдағансың айла. Мен емес. Қарағым мынаны. Мен емес, қарағым мынаны. Ұстазым, сәлем балалар. Ұстазым, сізге не болған? Жоқ, қорықпаңдар, ештеңе болған жоқ. Құладым. Байқаусызда болды. Жолда аяғым тайып кетті. Құдай шипасын берсін, ұстазым. Біраз демалмадыңыз ба? Мына түріңізбен келгеніңіз не? Ұстазым, қолыңыз сынды ма? Жоқ, сынған жоқ. Аздап қайырып алдым. Біз қазір былай істейік. Алдымен үй жұмыстарыңды тексерейік. Ұстазым, мынау сізге. Бұл не? Не ғой? Ағаңыздың қарыздарын өтеу үшін. Аванс ретінде қабылдаңыз. Әкем берді. Ұстаздарың қарызын өтесін деді. Мұны маған көрсетсе бәдір. Өзіме тиесілі емес ақшаны. Жоқ, ұстазым, сізге тиесілі ғой, яғни аванс. Бізге көбірек сабақ берерсіз. Жарай ма? Мен 5 жыл бойы сабақ берсем де, мұндай ақшаны таба алмаспын, Ардажан. Әкеңе менен алғыс айтарсың, бірақ ала алмаймын. Рас айтамын, ала алмаймын. Ал қайти, үй жұмыстарыңды көрейін. Сендерге өтірік айттым, балалар. Мұны істеген ағам емес. Мені қинап жүрген бұрынғы күйеуім. Мұны істеген сол ма, ұстазым? Құмағым. Сонан соң келіп, менен ақша сұрайды. Ала алмаған соң... Ұстазым, маған аты жөні мен мекен жайын беріңіз. Жоқ, керегі жоқ. Сендер сондай элегантны.
Сендер шындай егедексіңдер балалар. Бірақ бұл іске араласпай қойыңдар. Өтінем, жарай ма? Ал, Қайки, үй жұмыстарыңды беріңдер. Осы мен неше рет айттым. Болыңдар. Мен оны алайын деп келіп едім. Ай, келгенім жақсы болыпты ғой. Мына түрлерің не қызым? Жынданатын болдым ғой. Бала апасын іздеп жылай береді. Әлен дегенде жұбатып ұйықтаттым. Енді мынау жылай бастады. Шынымен де, шынымен де. Шынымен де жындануға шақ қалдым. Алаңдағаннан қол аяғымнан жан кетіп барады. Не болды қызым? Хабарыңыз жоқ еді? Хулия мен Кәрінен кешеден бері хабар жоқ. Кечеден де Чошанайдан. Хулия мен Кәрінен кешеден бері хабар жоқ. Не? Иә. Кешкісін Кәрінмен біргемін деп хабарлама жіберген. Содан бері қаншама уақыт өтті. Әлі ешкім жоқ. Екеуінің де телефондары сөндіріледі. Екеуінің де телефондары сөндіріледі. Әрине. Тұра тұрш қызым, біраз ойнай тұрш қане. Сұмдық қой. Байрам мырза, біздің баламызбен келіні жоғалып кетіпті. Сұхайла жаным, ештеңеге алаң болма. Хүсейін бір жақтан, мен бір жақтан, жан-жақтан іздеп жатырмыз. Кешке дейін табылық болар. Кейін мазамызды алдыңдар деп өзімізді кінәлар. Білесің бе? Кінәласын жаным. Неменеге тартынам? Бері қара. Бұл сендердің қолдарынан келетін іс емес. Сұхайла, не ал деп түсіңе қатын? Бері қара. Бұл сендердің қолдарынан келетін іс емес. Полицияға хабарлас. Сұхайла, полицияның не керегі бар? Полицияның басқа жұмысы жоқ па екен? Бізбен жағаласамыз деп өздері әбден мезі болған шығар. Алаң болма, сүйікті балаң мен келініңді өзім тауып берем. Сөндір.